Екеуміз сабаққа қайта кірдік. Ол да мен де үнсіз барып партаға отырдық. Мен де ол да ойға шомып кеткенбіз. Қыздар бізді қайта-қайта шақырады. Бармадық. Мен ойға кеттім. Не істейміз? Не істесем екен? Айнұрға дос бол, таныс дейін десем, сотталған деген аты бар. Таныспа, дос болма десем, Ерланды жақсы танитын адам сияқтымын. Қаншалықты сотталып кетсе де бұрынғы түрі көз алдыма келіп, теңдесі жоқ балаға теңеймін. Қой, онда тұрған не бар? Менің де ағам сотталып кетпеді ме? Бірақ оны жаман деп отырған жоқпыз ғой. Олай болса, Ерлан да жаман емес. Одан да Айнұрға танысып, қызы бол деп айтайын. Ерланға да обал, хатында бәрін түсіндірген ғой. 4 жылда осы күнді күттім деп, келіп алып басқа қызбен жүріп кетсе не істейміз деп іштей бір қызғаныш туды. Болмаса ақырын қыздарға айтып көрейін. Олар да ақыл қосар. Екеуміздің шота ақылымыз жетпей жатыр деген ойға келдім. Содан не керек, Айнұрды сыныптағы қыздарға айтып ақылдасуға көндірдім. Содан сабақ бітті. Сыныптағы 12 қыз қалдық. Оларға мән-жайды түсіндіріп едік, бәрі шулап кетті. Біреулері әңгімені естіп шынымен шошып жатса, біреулері өтірік шошып жатыр. Абыр-дабыр шу. Содан мен даусым қатты шығып, қыздар, шуламаңдар, бұл оңай нәрсе емес. Одан да Айнұрға көмектесейік. Айнұр Ерланды мүлдем танымайды. Кім екенін білмейді. Осыған дейін болған оқиғаны да білмейді. Өзінің басы қатып тұр. Ал сендер Ерланның кім екенін, кімнің баласы екенін, қайдан шыққанын және қандай бала болғанын білесіңдер ғой. Одан да соны, яғни Ерлан жайында айтып түсіндіріп тоқталыңдар. Одан кейінгі мәселені сосын шешейік. Ерланмен қызы болуға келсе ме, келіспей ме дедім. Қыздар абыр-сабырмен жамыраса Ерланның кім екенін түсіндіре бастады. Біреуінің мамасы Ерланның мамасымен подружка дос деп жатса, біреуінің әкесі Ерланның әкесімен дос. Біреуі Ерланның апасымен ағасымен ағалары дос болса, біреулері Ерлан үйімен көрші. Мен әке-шеше деген сөзге келгенде шорқақтаймын. Бірақ өзімде ешқашан ата-анам жоқ деп мұңаймаппын. Содан не керек, ешқайсысы Ерланның үй іші өзі туралы жаман әңгіме айтпады. Сонымен бір тоқтамға келдік. Ақырында Айнұр дос боламын, Ерланның қызы боламын деген шешімге келді. Мен ортада қағаз бен ручканы алып алғанмын. Хатты мен жаза бастадым. Баламын ғой, ол тура ақындар, жазушылар құсатып жазған. Біз де солай жауап берейік дедім. Айнұрға біз жазып береміз, сосын соны көшіресің деп хатты неше қайтара жаздық. Қыздардың біреуі мен сенімен дос боламын, танысамын десе, біреуі мен сені сүйемін деп жаз дейді. Біреулер оған бас салып ұрсады. Жынды болдың ба? Таныспай жатып мен сені сүйем деген несі? Біреуі сені сағындым деп жаз десе, оған да есің дұрыс па? Айнұр оны танымайды да ғой, қалай сағындым деп жазады? Не керек, кім қандай әдемі сөз айтса, соны жазып отырдым. Арасында өзімнің оқып жүрген әдеби кітаптарыма да жүгініп қоям, есіме түсіріп. Сонымен хатты уф деп жазып бітірдім. 12 қыз жан-жағымнан жамырай отырып, бәріміз жабылып бітірдік. Қыздардың бәрі жарқылдай күліп мәз, Ерланның қызы өздері болатындай. Негізі Айнұрға ешкім сөз бергенде жоқ. Ол бір сөз де қосқан жоқ. Бәрі мен танимын, былай деп жазшы, мен танимын Ерланды, былай деп жазшы деп оған сөз де бермедік. Әй, балалық-ай. Айнұр тек қана отырып алып хатты көшірді. Кейін тағы Ерланнан хат келді. Ашып оқысақ, қымбатты Айнұр, менің достық хатыма келісіп қызым болғаныңа қуаныштымын. Бірақ шын махаббат, шын сезімге әркімнің құрастырған ойы қажет емес қой, деп жазған екен. Біз шошып кеттік. Мә, Ерлан тура төбемізден қарап отырғандай біздің хат жазғанымызды біліп қойыпты ғой. Қой, ендігісін өзің жаз деп содан кейін хатына араласпадық. Екеуі жиі хат алысып тұрды. Ерланның келетін уақыты да жақындай бастады. Ерлан мен Айнұрдың хат алысып жүргенін бүкіл ауыл білді. Ерлан ата-анасының қолында емес, әжесінің қолында өскен балет. Әжесіне көңілі медеу болсын деп Айнұрды алып үйіне кіріп шықтық. Оның бәрін ұйымдастырып жүрген баяғы мен. Үйінде Ерланның бір әпкесі бар екен. Әжесі қуанып Айнұрдың маңдайына сүйіп жатыр. Алдымызға 4 общий тетрадь әкеп берді.
ішінде ерланның жазған өлеңдері. Қарап отырсақ, өлеңдерінің жартысы Айнұрға арналған екен. Қазіргі кезде Төреғали Төреәлі ерланның «Айнұрым-ай» деген өлеңінде айтып жүр. Содан не керек, 12 май айы жақындап қалды, яғни бір апта қалды. Оның келетін уақыты сол күн. Менің жүрегім дүрсілдей бастады. Айнұр емес, мен жігітімді күткендей болдым. Әр түрлі елестетем. Кейде Айнұр екеуі керемет жұп болып жатса, кейде жаман ойларға шомып кетем. Содан 12 майға жақындап 3-4 күн қалғанда мен ауданаралық жарысқа кеттім. Туф, екеуінің кездескенін көре алмай қалатын болдым ғой деп қимай-қимай жарысқа кеттім. Ол жақта 2 күн болып 13 май күні келдім. Жүрегім алабұртып, Айнұрдан қуанышты хабар еститін болдым ғой деп мектепке ерте келдім. Айнұрды күтем, ол жоқ. Сабақ басталғалы жатыр, ол жоқ. Қыздардан сұраймын, қалай, кездесті ме деп. Иә, кездесті. Кеше қыздар көшеге шықтық топ болып. Ерлан келді деген соң. Ерлан келді де оны құшақтап алып кетті. Біз де түсінбей қалдық. Бізбен сөйлескен де жоқ деді. Мен уайымдай бастадым. Неше түрлі ойға кеттім. Мені мамасы өлтіретін болды. Алып қашып кеткен шығар. Апай өлтіретін болды деп әртүрлі ойға кетіп отырғанда, бәрі Айнұр келді деп шу ете түсті. Мен қуанып кеттім. Бірақ қуанышым су сепкендей басылды. Айнұр кіріп келіп еді, бірден мойнына көзім түсті. Мойнын бинтпен орап алған. Өзі көңілсіз, қабағы түюлі, ешкімді жақтырмайды. Қасына барып, Айнұр, не болды? Ерланмен қалай кездестің деп едім, өзіме ұрсып берді. Айтпа маған Ерланды. Сен бәріне кінәлі. Ертең бір нәрсе болса сен кінәлі деймін. Хат жазған сен, Ерланмен татулас, қызы бол деген сен. Мен сені мамам айтамын деді. Мен жаман болдым. Көңіл күйім түсті. Не боп қалды? Мен не істедім? Жақсы баланың қызы бол дегеніме кінәлімін бе? Мен қайта жақсылық жасаған жоқпын ба? Айнұр неге бұлай деді? Айнұр неге бір-ақ күнде өзгеріп кетті? Ол мұндай емес еді ғой. Неге неше түрлі ойлар сан саққа жүгірді? Шынымды айтсам, жылағым да келіп кетті. Бар қуаныш үмітімді Айнұр осы бір сөздерімен быт-шыт қылды. Одан кейін Айнұрға жақындап еш нәрсе сұрағым да келмеді. Өзімді бір жаман қыз сияқты сезініп кеттім. Мен негізі жақсылық жасап жүрмін деп ойлаған едім, сөйтсем қателестім бе деп ойға шомдым. Қателестім бе деп мен сонда өз-өзімді жей бастадым.